бір кәсіп істегісі келіп бірақ ақшасы болмай жатқан кісілер болса, осы бизнесті бастасын. Небәрі 5000 теңгемен бастап кететін бизнес. Бұл бизнестің атауы вскрытие замков автомобиля, яғни құлтанып қалған көліктің есігін ашу. Бұл бизнесті бастап кету үшін бізге екі құрал керек. Біріншісі, Каспийға кіреміз да монтажная воздушная подушка деп жазамыз. 3000-4000 аралығында тұрады. Осының біреуін сатып аламыз, және екіншісі бір қатты темір керек болды. Бұл бизнеста 500 000 мен 1 миллионды оп-оңай табуға болатынына көзім жетті. Жақында өзім көлігім құлтанып қалып, кілт ішінде қалып кетіп, ойлысқа кіріп, вскрытие замков деп адамдар шақырдым. Келді 5 минутта ашып берді, соған 5000 теңге алды. Күніне қанша заказ болады сіздерде дедім. Сол кезде жазды күннің өзі аз болады, 3-4 заказ деді. Қысты күндері 10 заказ, 15 заказға дейін барады деді. Өйткені қысты күні көліктер қатып, есіктер құлтанып қалады екен. Еш қиындығы жоқ бизнес, әсіресе ер кісілерге. Әйел кісілер көріп отырсаңыздар, ерлеріңізге жіберіңіздер.